Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз қалған диуретиктердің әсер ету механизмін талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге доктор Усабаев. Видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Мына сызып қойған бұл гене ілмегінің схемасы. Гене ілмегінен натрий, калий, хлор және көптеген су кері реабсорбцияланады, кері сіңіріледі. Мынау зәр, мынау қан. Енді біз симпорт деген ұғымды ұғып алсақ жақсы болушы еді. Симпорт деген ұғым екі немесе үш заттың бір бағытта өтуін айтамыз. Антипорт ол қарама қарсы өтеді. Бұл жерде уже АТФ жұмсалады екен, энергия керек болады. Ол митохондриядан алады екен. Ал енді қараңыздар достар, натрий кірді, калий кірді, хлор кірді, энергия жұмсау арқылы. Енді мына жаққа үш натрий жиналады ғой. Енді осы кезде үш натрий алады да қанға өзі ақ кіріп кетеді да, мына жақпен калиймен ауысып кетеді. Екі калиймен. Міне, екі калиймен ауысты. Осы кезде натрий қанға кіріп өзінің қызметін жасай береді екен. Ал енді мына жақта калий екеу қосылады да, міне, екеу қосылады да қайтадан зәрге өтеді. Зәрге өткеннен кейін ол магний және кальций жолдарын активтеп кетеді. Не, калий бұл кальций мен магнийдің жолын активтеп береді. Енді бұл екеуі смело қанға өтіп кетеді. Не. Көрдіңіздер ме? Калийдің осындай әсер ету механизмі бар. Ал енді қараңыздар достар, ілмекті диуретиктер, фуросемид, торосемид, этакрин қышқылы сияқты препараттар. Не. Фуросемид дейін. Фуросемид мына жолды жауып тастайды. Бұл жолды жауып тастағаннан кейін бізде натрий өтпей қалады, калий өтпей қалады, хлор өтпей қалады. Натрий өтпей қалғандықтан бүкіл суды алып кетеді. Натриймен қосады да суды алып кетеді да, диурез күшейеді. Енді фуросемидтің әсер ету механизмін түсінікті ғой, бұл жердегі натрийға ғана әсер етіп тұр. Ал енді фуросемид мынаны натрийді ғана алып кете аламын деп ойлайды да, бірақ магний мен кальцийға әсер етіп кетеді. Магний мен кальций ол да зәрмен бірге шығып кеткендіктен гипомагнемия, сосын гипокальцемия дамуы мүмкін. Сондай жағымсыз әсерлері бар. Міне, фуросемид ілмекті диуретиктердің әсер ету механизмі осы. Енді ілмекті деп айтып тұр, ол гене ілмегіне ғана әсер етеді. Достар, енді біз тиазидтердің әсер ету механизмін талқылаймыз. Ол үшін тағы да физиологияны еске түсіреміз. Бұл жерде енді біздің нысанамыз натрий. Диуретиктердің всегда звеносы, нысанасы ол натрий. Только натрийға ғана әсер етеді. Осылай жаттап алсаңыздар, диуретиктердің көп білім алып шығасыздар. Қиындатпаймыз достар, только оңай жолмен ғана түсінуге тырысамыз. Ең бірінші, тағы да канал бар бұл жерде. Бұл жерде енді симпорт, антипорт екеуі де қосылып рөл ойнайды. Қараңыздар. Ең бірінші, натрий кірді. Натрий кіргеннен кейін хлормен бірге симпортпен хлор кіреді. Тиазидтер, білесіздер, ол дистальдыға әсер етеді. Мынау дистальды канальций, дистальды түтікше. Натрий мен хлор бірге кірді. Енді мына жақтан 3 натрий кіреді да, 2 калиймен алмасып кетеді. 2 калий шықты. Енді именно осы тиазидтер әсер ететін дистальды бөлікте парадгормон әсер ететін жер бар. Парадгормон ол, білесіздер, паращитовидная железадан бөлінеді, кальцийдің алмасуын реттеп отырады. Ал осы именно дистальды бөлікте кальцийдің жолы бар. Бұл кальцийдің жолына парадгормон әсер етеді. Ол парадгормон қаннан келеді, ол бері қарай. Өтеді да, именно осы жолды ашып жібереді. Әйтпесе парадгормон әсер етпесе, кальций мына зәрден кіре алмай қалады. Кальций қайтадан қанға өтіп кетеді да. Именно осы жерге тұрып қалады кальций. Ал енді қараңыздар, мына натрий бар ғой, мына жақтан келеді да, қаннан қайтадан 3 натрий болып кіріп еді да, кальцийді бері қарай алмастырып жібереді. Енді дистальды бөлікте 5% негізі натрий сіңіріледі. 5%. Ал сол 5%-ның көп бөлігі осы кальцийді кіргізу үшін керек. Көрдіңіздер ғой, бұл жердегі натрийдің қызметі осы.
Бұл жерде натрийді көп сіңірудің қажеті жоқ ағзаға, егер қажеттілік болмаған жағдайда. Ал егер шөлдеп жатырық, давление түсіп жатыр, осы кезде натрийді кіргізіп жібереді. Кальцийдің сіңірілуі кішкене бұзылып тоқтап қалады. Кальций кірді, енді не болады ары қарай? Осындай алмасу болады екен. Болды осылай достар. Бұл дистальды бөлікте минералдардың алмасуы. Натрий мен хлор бірге кіреді, калий мен натрий алмасады. Палат гормоны әсер етіп, мына жолды ашып береді, кальций каналын. Кальций натриймен алмасады, қанға өтіп кетеді. Білесіздер, кальцийдің несі мықты? Ағзада қызметі өте мықты. Өйткені кальций арқылы норадреналин, адреналин сияқты медиаторлар жұмысын жасайды. Нерв, тіна осы кальций арқылы жұмыс жасайды екен. Осылай. Енді гидрохлортиазид немесе нидопамид, индопамид деген сияқты препараттар, тиазидтер осы натрий жолын жауып тастайды. Осы жол жауып тастағандықтан натрий кірмейді, осы кезде натрий өзіне суды қосып алады да, 3 электрон суды қосып алады да, зәрмен бірге шығады, диурез көбейеді. Науқас көп туалетке барады, бір сөзбен айтқанда. Ал енді бұл жердегі бір жағымсыз әсер бар, кальций гипокальцемия дамытады. Өйткені натрий осы кальцийдің алмасуы үшін керек. Сол үшін науқаста бұл препаратты көп берсек, остеопороз дамуы мүмкін. Осылай тиазидтер әсер етеді екен. Калий сақтауыш диуретиктердің әсер ету механизмі. Жалпы бұл жерде біз түсінуіміз керек натрийді. Натрий. Көрдіңіздер, только диуретик натрий ғана әсер етеді. Егер натрийді кіргізбей қойсақ, диурез көбейеді. Енді калий сақтауыш диуретиктердің аты айтып тұр, калийді сыртқа шығармайды. Ал қалған 3 топтың диуретиктері бар ғой, олар калийге вообще мән бермейді. Калийді сыртқа шығару жүреді натриймен бірге. Осы кезде гипокалиемия дамиды. Ал калий азайса, жүрекке өте ауыр болады. Өйткені калий арқылы жүрек реполяризация жасайды. Сол үшін ТТШ пайда болады негізі ЭКГ-да. Ал калий азайып кетсе, не болады? Аритмия дамып кетеді, гипокалиемия. Енді бізде калий сақтауыш диуретиктерде бұл альдостерон әсер ететін жүйеге әсер етеді. Альдостерон именно осы жинақтағыш түтікшеге әсер етеді. Алдында біз дистальды мен генді илмегіне әсер етуін көрдік, жалпы өзінің топтары бар ғой. Ал енді бұл калий сақтауыш диуретиктер именно жинағыш түтікшеге әсер етеді екен. Қараңыздар, натрий. Енді бұл жерде натрийдің бір өзінің рецепторы бар, жолы бар десек те болады. Оның аты натрий деп аталады. Натрий-С. Осындай аты бар өзінің. Бұл дегеніміз натрийді өте керек кезде ғана не істейді? Жұмсайды, кіргізеді екен. Өте керек кезде ғана. Бұл натрий-С, именно альдостерон арқылы жұмыс жасайды. Альдостерон осы жолды егер активтеп берсе, натрий кіреді. Натрий кірді, натрий кіргеннен кейін ол калиймен қайтадан алмасады. Натрий алмасу үшін именно калий керек, басқа зат керек емес. Үш натрий алады, бері кіріп кетеді, одан калий істейді. Альдостерон осыған әсер етеді. Ал цитозольды рецептор деген бар, ол жолда ойнайды. Цитозольды рецептор. Цитозольды рецептор, жаттап алыңыздар. Цитозольды рецептор арқылы альдостерон осыған әсер еткеннен кейін барып, осы натрий-С жолы ашылады, натрий ішке кіріп кетеді екен. Енді калий мына жаққа қайтадан шығады. Қайтадан кіре алмайды бұл калий. Только бір бағытта ғана жүреді оның бәрі. Калий шығып кетеді бері қарай зәрге. Екі калий шығып кетеді. Ал енді бұл калийді не істеу керек? Қайтадан ішке кіргізбеу керек. Енді мына жақта бізде сутегі бар. Қаннан сутегі келеді да, сутегі бұл жаққа шығады, антипорт. Зәрге өтеді сутегі, калий кіріп кетеді. Екі калий кіріп кетеді да, қанға істейді, кіріп кетеді екен. Ал енді қараңыздар, бұл жерде калий сақтауыш диуретиктер екіге бөлінеді. Натрий-С жолының блокаторлары, екіншісі альдостеронның блокаторлары деп.
бір препараттан айтайын. Триамтерен деген препарат. Триамтерен. Ол мұнда әсер етеді. Мына жолды жауып істейді. Натрий кіре алмайды да. Не болады? Натрий зәрмен бірге шығып кетеді. Суды өзімен бірге алып кетеді. Нәтижесі осы, достар. Енді альдостеронның антагонистері спиринолактон, эплеренон, спиринолактон. Жазылмай қалғансың ғой сізде. Спиринолактон именно альдостеронды тежеп тастайды. Альдостерон тежеп тастағаннан кейін ол цитозолды рецепторды әсер етпейді. Цитозолды рецептор әсер етпегеннен кейін мына натрийсыз жолы ашылмайды. Көрдіңіздер, карий сақтаушы диуретиктер тура именно натрийсызға әсер етуі мүмкін триамтерен арқылы, немесе спиринолактон арқылы осы цитозолды рецепторға барып, сосын барып натрийсыз жолына әсер етеді. Сосын натрий кірмей қалады. Енді натрий кірмегендіктен бұл карий шықпайды. Карий зәрмен бірге шықпайды. Ал қалған үш именно топтың диуретиктерін карий шығып кетіп отырды. Сондықтан гипокалемия оларда жесткий дамып отырды. Ал карий сақтаушы диуретиктерде ондай механизм жоқ. Достар, бүгінгі сабақта біз барлық диуретиктерді талқылап болдық. Назарларыңызға көп рахмет.